Сәлем достар! Бүгін мен қатпарлы қамырдың ең оңай рецептісін, ең тез дайындалатын рецептісін және ең керемет шығатын рецептісін көрсетемін. 900 грамм 1000 грамм ұн немесе 1 килограмм ұн, 600 мл сүт, 1 жұмыртқа, 1 шай қасыққа жетер-жетпес тұз және жарты шай қасық ашытқы. Жұмыртқаны араластырып аламыз. Оны ұнға жартылай құямыз. Қалған бөлігіне тұз, ашытқыны салып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Ашытқы, тұз араласқан сүтті де барлығын құямыз. Араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Аса қатты да емес, жұмсақ та емес, міне осындай етіп қамыр илеп аламыз. Өте жұмсақ та емес, қолға жабыспайтын осындай қамыр дайын болу керек. Шамамен 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамырды аламыз. Столдың бетіне аздап ұн сеуіп, жұқалау етіп жайып аламыз. Қамырдың мынандай жұқалау еттік, аса жұқа емес, және шамамен 4 бұрыштап жайып алдық. Енді қараймыз, қамырды шамамен 3 бөлікке ойша бөлеміз, және екі жағындағы жерін міне былайынан бүктеуге жететіндей етіп, мына шетінде дәл солай, мына жақтан қайырғанда мына шетіне жететіндей етіп кесеміз. Мен 72-де 5% май алдым. Май бұдан да жібіп кеткен болса, тіпті жақсы болушы еді. Осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Енді майды міне молынан жағып шықтық. Енді мына шетінен бастап, бағанаға көрсеткен орай бастаймыз. Мына жерді әкелеміз де, былай қарай ораймыз. Мынаны әкеліп, оның сыртына ораймыз. Мына жерді әкеліп, бұның сыртына ораймыз. Барлығын түгел мына жаққа жібереміз. Мыналарды әкеліп, мынаған ораймыз. Мынаны әкеліп, мынаған ораймыз. Енді мынаны мынаған әкеліп ораймыз. Осылай бізде 4 бұрышты қамыр пайда болды. Енді оны басып жібереміз. Столымыздың үстіне тағы да аздап ұн сеуіп, осы қамырды тағы да біраз жаямыз. Арасындағы артық ауалары шығады. Осылай үлкейтіп жайып алған кезде тағы да майды аламыз да, тағы да жағып шығамыз. Енді бұны тағы да 1, 2. Осылай 3 қабат етіп тағы да ораймыз. Қолымызбен басып, енді осы оралған қамырымызды майы сіңгенше бір 10-15 минутқа ауа бармастай етіп жауып, тағы да қалдырамыз. 10-15 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, қайтадан ұн сеуіп жіберіп,
жайып пайдалана беруімізге болады. Енді бұған дейін жасаған қамырымызды жұмыс барысында көрсек. Міне. Осындай қатпарлы қамырымыз дайын, өте жылдам. Астарыңыз дәмді болсын.